Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге кино бриф арнасы. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз 2014 жылы шыққан Город Героев мультфильмін қысқаша айтатын боламыз. Егер де қызық болса, арнаға жазылып, лайк басып қойыңыз. Ал біз бастаймыз. Қаланың қараңғы бұрыштарында роботтардың заңсыз жекпе-жегі болып жатыр. Қыз басқарып отырған қызғылт түсті робот басқа роботты құлатып қуанған кезінде, ол робот өзінің құпия қаруын қосып бөлшектерге бөліп салады. Яма есімді еркек ақшаны ойланбастан алады. Осы ортаға арық бала келіп, өзінің роботын көрсетіп, қалтасындағы ақшасын береді. Енді басталған сәтте кішкентай роботты екіге бөліп салады. Бірақ бала соған қарамастан өзінің бар ақшасын реваншқа салады. Отыра салып, құрылғыны басқа режимге ауыстырады. Мега роботқа айналып, дәу роботтың еш соққысын тигізбестен жайратып салады. Ұтылған Яма не болған түсінбей қалады. Ал бала банктағы барлық ақшасын алып алады. Яманың намысына тиіп ашуланып кетеді. Баланы ұрмақшы болғанда ағасы Тадаша келіп, мопедпен өзімен бірге алып кетеді. Бандиттерден қашып бара жатқанда Тадаша оған ұрса бастады. Себебі өз талантын жоғары жаққа көрсетпей, жаман жаққа жұмсайтын айтады. Ал Хиро ағасының айтып жатқан естімейді де, ұтқанына қуанып жатады. Шығар жолда оларды полицейлер тоқтатады. Абақтыда отырған сәтте дер кезінде Кес есімді тәтесі екеуін шығарып алады. Ол 10 жыл бойы анасындай қызметтерді атқарады. Себебі Тадаша мен Хироның ата-анасы қайтыс болып кеткен. Отбасы үйлеріне келеді. Үйіне кіре салысымен Хиро ештеңе болмағандай жаңа жекпе-жек болатын аренаны табады. Тағы да түнде қашып кетпекші болғанда, Тадаша болса бұл жақсылыққа апармайды деп түсіндіріп жатады. Бәрібір Хиро оны жылы сөздерімен өзінің қалауын істетеді. Солай екеуі түнде шығып кетеді. Жол бойында тіпті жалған сылтауларымен Хироны роботтар басқаратын өзінің университетіне әкеледі. Онда көптеген ақылды роботтармен қатар дарынды жас жігіттер оқиды. Гого есімді қыз сенімді түрде өз ісін көрсетеді. Фасаби есімді жігіт плазмалық лазермен айналысады. Ақкөңіл Хами Лемон есімді қыз жарқын химиялық қоспаларды көрсетеді. Фред есімді жігіт осының бәрін ойлап тапқан және дарынды жастардың басын бір компанияға қосқан. Тіпті студент емес, жай қолдау тобындағы институттың символы. Жігіт ғылымның жанкүйері, эксперименттерді жақсы көреді. Кесіртке костюмын жақсарту үшін әрі қарай өз білімін жетілдіріп келе жатыр. Тадаша Хироны өз кабинетіне алып келіп, өзінің роботын көрсетеді. Роботтың есімі Беймакс. Тіптен бұл робот адамның ауруын анықтай алады. Дәрігер десек те болады. Хироға бірінші көмегін көрсетіп жатады. Сыртқы жағынан ол фенил ауасымен үрленген, жұмсақ және адамға зияны тимейді. Және оның ішінде күрделі және қуатты механизм арқылы арнайы чип және өзін басқаратын бағдарламасы орналасқан. Егер сіз роботқа емделіп қанағаттандым десеңіз, ол барлық ауаны шығарып, кішкентай чемоданға айналып кетеді. Осы сәтте Тадашаның ұстасы келеді, профессор Роберт Каллаган. Хироға келіп роботтардың жекпе-жегін ұнатады екенсің ғой. Менің қызым болса сенің жасында. Ондай нәрсе фантазия ғана болғанын айтады. Хиро басында оны танымады. Кейіндеу сол кісінің кітабын оқыған есіне түседі де, осы роботты сол кітап арқылы жасап шығарған болатынмын деп айтады. Профессор оған: сен жеңіл жолды таңдапсың, менің арқамда роботтарды жеңіп шығыпсың деп таңырқап тұрады. Университетте қиындау жолға түсу керек екен. Яғни біреудің кітабын оқып жасай салмай, ойлау қабілетін қосып жасау керек екен. Осы университетте оқығысы келеді. Тадаша оған дарындылар конкурсы болатынын айтады. Сол кезде жақсы проект жасаған сәтте өтіп кетуге болады екен. Осыны естіген Хиро іске кіріседі. Ойына нақты роботтың бейнесі келмей жатады. Осы сәтте көмектесуге ағасы келіп, оған алдындағы роботты көрсетеді. Жаңа достармен танысып алады. Осы университетте жұмыс жасайтындармен конкурсқа контейнерге толған құрылғыларды апара жатады. Сахнаға шығып алаңдап тұрады. Сосын сенімділігі артып қолындағы мега роботтың чипін көрсетеді. Яғни сол микророботтар бір-біріне қосылған сәтте алып қайналады. Сосын осы нәрсеге бір бизнесменнің көзі түседі. Ал бала өз ісін көрсетіп, адамдардың барлығын таңғалдырып жатады. Микророботтар кез келген инструкцияны жүзеге асырады. Тіптен адамдарды, жиһаздарды, заттарды жылжыта алады. Бизнесмен мистер Крей келіп Хироға осы прототиптерді барлығын сатып аламын деп қомақты ақшасын көрсетеді. Бірақ осы сәтте профессор Каллаган келіп, бұл ісін құптамай, ол өзінің пайдасы үшін жүзеге асыру мүмкін деді. Бала профессордың айтқанын жасап, бизнесменге сатпайды. Сосын Каллаган оған арманындағы шақыру хатты береді. Бауырлар жалғыз қалып өздері әңгімелеседі. Хиро Тадашаның ісіне алғысын білдіреді. Кенеттен өрт сиренасын естиді. Бүкіл ғимарат жанып жатыр. Адамдар бас ауған жаққа қашуда. Тадаша ұстасын көрген жоқ. Сондықтан ол ғимараттың ішіне деп ойлап, оны құтқарамын деген оймен бара жатқанда бас киімі жерге құлап,
Бірнеше секундтан кейін ғимарат түгелдей жарылып кетеді. Тадаша қайтыс болды. Жерлеу кезінде Хиро өзіне кінә тағып, депрессияға салынып кетеді. Ағасының қайтып келмейтінін түсініп қайғыра бастайды. Бір ай бойы университетте болатын сабақтары қатыспайды. Жаңа достары оған хабарламаларын айтып жатады. Хиро оларға мүлдем жауап бермейді. Бала тағы да роботтар жекпе-жегін ойлайды. Осы сәтте роботтың бөлшегі аяғына құлайды. Айқайлаған сәтінде ағасының жасаған Беймакс есімді роботын оятады. Томпақ робот оның ауырған жерін емдемекші болады. Керек емес деп жерге жатқанда кенеттен төсектің астынан микророботтың бөлшегін тауып алады. Ол микробот бір жерге барғысы келіп тұрады. Бірақ қайда? Себебі микроботтың барлығы жанып кетті емес пе? Осы сәтте Хиро мегароботты қалпына келтіріп жатқанда, Беймакстан микробот қай жерге барғысы келіп тұр, соны қарастыршы деді. Беймакс сіздің көңіл күйіңізді көтере ме десе, ойланбастан бала я деп жауап береді. Сосын Беймакс далаға шығып іздеуге көшеді. Хиро оның артын жүгіреді. Беймакс жолға қарамай кетіп бара жатады. Хиро жүгіріп жетіп алады. Сөйтсе олар жабық қоймаға тап болады. Бір амалын тауып терезеден кіреді. Микроботтардың шығып жатқан зауытын көреді. Сосын олар дыбыстарды қатты шығарған соң, микроботтар бір-біріне жиналып, оларға қарай келе жатады. Оларды бейтаныс бетпердегі адам басқарады екен. Терезеден қашпақшы болады. Бірақ Беймакс қыстырылып қалады. Хиро болса оны бар күшпен итеріп жатады. Сосын Хироның өзі жерге құлап бара жатқанда, Беймакс босатылып, оны жұмсақ жерге түсіреді. Полицей адамдары Хироның айтқанына сенбей жатады. Осы кезде Беймакстың қуаты таусылып, ауа жіберіп жатады. Үйлеріне келіп, қуаттағышқа Беймаксты қояды. Сосын қуаты толған соң, Беймакс Тадашаның бас киімін көреді. Хиро роботқа ағам қайтыс болды деп мұңайып айтып жатады. Жан дүниесін естіген робот Хироның жаңа достарына хабарламаларды өз автоматты түрде жібереді. Сосын Хироны бар күшпен өзінің жастығымен құшақтайды. Сосын бала ойланып жатады. Ағамның қайтыс болғаны біреулердің жоспарымен істелген болуы мүмкін. Себебі микроботтар жанып кетті. Олар қалай тірі болды деп түсінбей қалады. Сосын Беймаксқа жаңа сауыт құрастырады. Өзінің шеберлігімен екі чипті ойлап шығарады. Ол чипте Беймакс шабуылдай береді. Сосын сәлемдесуді үйретеді. Кейінде екеуі жабық қоймаға қайттан келеді. Бірақ микроботтар ол жерде жоқ болып шығады. Сосын микроботтарға іздеу салады. Зұлымды теңіздегі порттан көреді. Ол болса теңізден бір заттарды алып жатыр. Осы сәтте Тадашаның достары келіп қалады. Беймакс оны хабарлама арқылы шақырған. Яғни университеттегі дарынды жастар ғылымды қоштайтын. Олар Хироның көңіл күйін көтереміз деп қиын ситуацияға тап болады. Қатты шыққан дыбыстан бетперде киген бейтаныс еркек келеді. Контейнерді лақтырған сәтте оны Беймакс дереу тоқтатып алады. Васаби жылдамдықпен көлікті қатты жүргізе бастайды. Қашқындарды бетперде киген еркек және микроботтар қуады. Жол бойында достар дүрбелеңді көтеріп қатты жылдамдықпен жүреді. Бізге жетіп алады деп Гого рөлді өзі алады. Жолдан жолға секіріп, пойыздың алдынан өтіп кетеді. Зұлым оларды ұстап алайын дегенде, оның тұзағына шығып кетеді. Өкінішке орай көлік жолдан шығып кетіп, суға құлап түседі. Беймакс сауытын шешіп, достарын құтқарып алады. Жол бойы жаурап кетіп бара жатады. Фредтің үйіне қарай келгенде, өз көздеріне өздері сенбейді. Яғни Фред өзін үйсіз көрсетіп жүрген. Нәтижесінде ол алып, бүкіл қолайлы заттары бар үйі бар екен. Өзін үлкен сарайына алып келеді. Сосын достарын отырғызып, бетперде киген бейтаныс еркек бізге шабуылдаған зұлым мистер Крей деді. Бұл мистер Крей Хироға микроботтарды сатшы деген адам екен, ал Хиро келіспеген. Бірақ достар бұл мүмкін емес деп айтып жатады. Беймакс қашып бара жатқан кезде ол зұлымды өзінің техникалық көзімен түсіріп алған екен. Хироға жоспар келеді. Яғни оның бетпердесін шешіп, оны ұтамыз деді. Хани Лемон өзінің химиялық қоспаларымен адамдарды жүргізбейтін препарат ойлап шығарады. Гого өзінің велосипедіндегі дөңгелектерін өзінің аяғына орнатып, қатты жылдамдықпен жүреді. Васаби болса плазмалық лазерін өз қолына орнатып алады. Фредтің киімі қатты секіріп қана қоймай, ішінен от шығарады. Достар көңіл күйлерін көтеріп жатады. Беймакс үстіне толықтай арсенал алады. Тіптен ол қолымен ракета атады және алысқа секіреді. Сосын олар шабуылдауға кірісе бастайды. Робот бірден шабуылдамастан бұрын нақты жоспар құру керек деп айтып жатады. Робот терапия жүзеге асып жатыр. Зұлым қалаға шабуылдап жатқан жоқ. Адамдарға зиянын тигізгенде тоқтатамыз дегенде, Хиро оны тауып, оның бетпердесін шешуіміз керек деді. Суперсенсор зұлымның қай жерде екенін анықтайды. Достар жиналып, сол жерге бара жатады. Өзіндік жаңа киімдермен ұтып шығамыз деп ойлайды. Солай теңізден өтіп, Беймакс арқылы жерге қонады. Сөйтсе киімдер мүлдем қолдана алмайды екен. Жауды көрместен бұрын өздерінің қабілеттерін көрсетіп жатады. Достар дайындалып болған соң, барлығы бірге үлкен ғимаратқа келеді. Ішіне кірген сәтте бір түрлі сынған заттарды көреді. Басқару бөлмесіне видео файлдарды көреді. Онда Крей телепортацияны сынап жатады.
Абигейл есімді қыз капсулаға отырып телепортқа кетеді. Кенеттен порталға адам жіберген соң жағдай ушығып кетеді де бүкіл телепорт жарылады. Генерал экспериментті жауып тастайды. Крей микроботтарды пайдаланып телепорт жасамақшы екен ғой деп тұрғанда арттарынан ғимараттың бөлшегі келе жатады. Беймакс дер кезінде қорғап қалады. Достар жекпе-жекті бастайды. Фредті бір соққымен ұшырып жібереді. Васаби тоқтатпақ болады. Гого өзіндік шеберлікпен соққыларын дәл тигізіп жатады, бірақ бір-біріне соқтығысып қалады. Хиро осы сәтте үстіне келеді де бет-пердесін шешеді. Сөйтсе, Крей емес профессор Каллаган болып шығады. Ол өзін өрт кезінде микробот арқылы құтқарып алған екен. Тадаша ғана сол ғимаратта қайтыс болған. Хиро Каллаганға "Сен үшін менің ағам қайтыс болды" деп ашуланып кетеді де қаны басын шабады. Сөйтіп, роботқа профессордың көзін құрт деп бұйырады. Робот келіспеді. Сол сәтте оның мейірімді жадысын алып, шабуылдау жадысын қосады. Беймакс өзіне ұқсамай тек қана жоюды көздейді. Барлық құрылғыларын қосып өлтірмекші болады. Профессор өлер алдында жатады. Осы кезде Хироның достары Беймаксты тоқтатып жатады. Барлығы жабылып роботқа мейірімді жадысын салып тыныштандырады. Профессор өз бет-пердесін киіп микроботтармен кетіп қалады. Хиро бұл істі сатқындық деп ойлап, өзі Беймакстен профессорды іздеуге кетеді. Тағы да чипті өзгертпекші болғанда, Беймакс оған жадысын шығармай жатады. Беймакс Хироға "Егер де профессорды өлтірсең, жаның тынышталады ма" деп сұрағанда, Хиро не дерін білмей қалады. Беймакс оған Тадаша түскен видеосын қосады. Роботты жасап жатқан сәті Хиро сабырға келіп, достарымен татуласады. Кейінде олар видеофайлар арқылы профессор Каллаган бизнесмен Крейді жек көретінін түсінеді. Яғни Абигейл есімді қыз капсула мен телепорт арқылы жоқ болып кеткен болатын, ал ол профессордың қызы екен. Осы сәтте профессор көпшілік ортада Крейдің компаниясына келіп, телепорттарды біріктіреді. Осы телепорт барлық заттарды өзіне тартып алады екен. Крейға "Сен не жасадың? Барлығын төбеме құртамын. Кейіндеу сенің кезегің" деп қорқытады. Хиро командасымен келеді де бұл зұлымдығыңызбен қызыңызды ешқашан қайтара алмайсыз деп түсіндіреді. Бірақ еркек өзінің жоспарымен бас тартқысы келмейді. Солай төбелес басталады. Портал барлығын тартып жатқанда Хиро бір темірді ұстап аман қалады. Профессор Хироның командасымен соғысып жатқанда Хироның өмірі қыл үстінде. Кейінде ол ағасының айтқан сөздерін есіне түсіреді. Яғни әр ситуацияға басқа жағынан қарау керек екенін түсінеді. Достары бар күшімен микроботтарды жайрата бастады. Беймакс мен Хиро профессорды алаңдатып тұрғанда, Васаби микроботтардың көзін жойып жатады. Микроботтар азайған сәтте Беймакс оның бет-пердесін алып мыжып жібереді. Оның микроботтар жан-жаққа шашыла бастайды. Портал жерге құлайды. Бірақ өзіне заттарды әлі де тартып жатыр. Кейбір порталдар жарылып жатыр. Барлығы бас ауған жаққа қашуда. Беймакс қана порталға қарап тұрады. Оның сенсоры ол жақта адам бар екенін көреді. Сөйтіп Хиро мен Беймакс порталға кіреді. Ішінде бір түрлі түстер болып жатыр. Солай олар Абигейл жатқан капсуланы тауып алады. Құтқаруға аз қалғанда ғимараттың бір бөлшегі Беймаксқа тиіп, оның сауытын сындырып жібереді. Оның құрылғысы істен шығады, бірақ өзін құрбан етуге болады. Хиро мен Абигейлді порталдан итеріп жіберуге шамасы жетеді. Бірақ оған Хиро келіссе ғана. Таңдау болмаған соң Хиро ойлана келіп келіседі. Тадашаның ең сүйікті роботы еді. Беймакс уақытты құртпаймыз деп есін келіскен естіп, оларды бар күшпен итеріп жібереді. Миссия аяқталды. Абигейлді дәрігерлер алып өзімен алып кетеді. Абигейлдің әкесін полицейлер абақтыға алып кетеді. Бірнеше уақыттан кейін теледидардан супер батырлар жайлы көрсетіп жатады. Кейінде Хиро достарымен кафеханада болып тәтесін құшақтап алады. Достар университет жайлы айтып келе жатады. Үйіне келген соң Хиро қорапты ашып, Беймакстың қолын көреді. Сосын Хиро жұдырықпен ұрған сәтінде Беймакстың қолынан мейірімді жады шығады. Өлерден бұрын өзі шығарып алған екен. Кейінде Хироны жаңа денесімен таңғалдырады. Ағасының сыйлығы өшпестей орын алды. Осылай Хиро және оның достары жауыздарға қарсы елді қорғап, супер қабілеттерін көрсетіп жүреді. Өзіндік киімдері арқылы қаланы бұзақылардан қорғайды. Хироның есіне ағасының өлер алдында айтқан сөздері келеді. Осымен мультфильм аяқталады. Сіздерге бұл мультфильм ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып бізді қолдап отырсаңыздар болғаны. Сіздер үшін алдағы уақытта керемет кино топтамалары мен қызықты мультфильмдер күтуде. Фильмдерге 2 сағат құртпай-ақ бізбен аз ғана минуттарыңызды құртып мән-жайды түсініп аласыздар. Сіздермен бірге болған кино бриф арнасы келесі видеомызда көріскенше.